Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше оңай тез жасалатын бисквитіне тортты ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бисквитті жасамастан бұрын 2 құрғақ ыдысымызды алып, 5 жұмыртқаның ақ мен сарысын бөлек ажыратып алатын боламыз. Екеуін 2 бөлек ажыратып болғаннан кейін үстіне қант сеуіп, ақ көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей ақ көпіршік қоймалжың болу керек. Енді сары уызымызды, яғни жұмыртқаның сарысын жасайтын боламыз. Оғанда секерді салып, бір миксерлеп аламыз. Енді ұнға какао қопсытқышты салып, үшеуін жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Енді жұмыртқаның ақ уызын жұмыртқаның сарысына 3 бөлікке бөліп, жайлап, араластырып, сөйтіп салып отыратын боламыз. Ұнымызды 2-ге бөліп, астынан жоғарға қарата қоймалжың болғанша араластырып тұрамыз. Қатты араластырмаңыздар, себебі біздің бисквитіміз басылып қалуы мүмкін. Енді осыны менде 24 диаметрлік форма болды. Соған жақсылап саламыз. Бисквитімізді 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің бисквитіміз дайын. Енді ол суығанша кремімізді жасап аламыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық қаймақ және сгущенка керек. Екеуін араластырып, жақсылап қоймалжың қылдырып қоямыз. Ортасына салатын кремді жасап болған соң, енді бисквиттің үстіне, яғни бетіне жағатын кремді дайындайтын боламын. Ол үшін бізге 1 ас қасық сары май ертілген, және де вареный сгущенка. Вареный сгущенка жоқ болса, онда үстіне сүтті сгущенка салып, кремімізді дайындап қоямыз. Енді бізге корждарымызға пропитка жасаймыз. Пропитка жасап болғаннан кейін манаға дайындап қойған кремімізді жағып, әдемілеп шатын боламыз. Корждарды жинақтап болғаннан кейін үстінен осылай мен дайындап қойған кремді жағып, әдемілеп шығамыз. Үйде осындай азғантай греческий орех қалған екен, соны торттың бетіне себе салдым. 1 сағаттай тоңазтыққа салып, кері алып кесіп жесеңіз өте дәмді болады. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Сіздермен болған Манар. Егер де видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.